Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен бірге медовик тортын пісіретін боламыз. Ол үшін бізге 3 жұмыртқа, 200 грамм қант, бал, ас содасы, сода пищевой, май немесе маргарин және де алдын ала алынып алған ұн керек. 150 немесе 200 грамм аралығындағы майды мен 180 грамм алдым. Кастрюльге салып аламыз. Үстінен 3 қасық балды қоямыз. Оны алдын ала ыдысқа салған болатынмын. Ал енді 200 грамм қантымызды төгетін боламыз. Осы кастрюльді біз қазір газды қосып, астын орташа отқа қоямыз да араластырып отырамыз. Майдың ерігені және элементтерін араласқан керек. Қазір міне осындай бір келкі болуы керек. Бір келкі болғанға дейін араластырып отырамыз. Міне осындай болады. Бір кіші қасық ас содасына үстінен гашеный уксусты аламыз. Уксусты мен 9%-ды алып отырмын. Көп пайыздық уксустың керегі жоқ. Міне осыны құйып салып аламыз толығымен. Араластырамыз. Астын уксус қосқан кезде өшіруді ұмытпаймыз. Осын кішкене суығанын күте тұрамыз. Тым қатты ыстық болған керек жоқ, кішкене болсын жылыса болды. Мен оны алып, енді жұмыртқа қосамын. Егер сіздерде әлі ыстықтау болса, біздікі секілді, онда жұмыртқаны тез қосып, 3 жұмыртқамызды қосып, тез-тез араластырып отырамыз. Бір-бірдеп тез-тез араластырып отырамыз. Үстінен ұнды қойып, нанымызды елеп бастаймыз. Бірінші жарты алдын ала алынған 500 граммның 250-200 граммын алып құйып алдым. Енді үстінен қалғанын құйдым. Ұнымызды араластырып, қазір қолмен елейміз. Қолмен елімізде арнайы доскаға шығарып аламыз. Бұл нанымыз кішкене тұру керек, сондықтан да біз оны қазір бөліктерге бөліп, тоңазытқышқа салатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, біз 8 бөлікке бөліп, алдын ала алынған ыдысқа дайындап, домалақтап, әдемілеп, елегінге ыңғайлы қылып жайғанға дайындап аламыз. Міне осылай әдемі болып шықты. Бетін салфамен жауып, тоңазытқышқа саламыз. 1 сағат, 1,5 сағат. Алдын ала алып, елеп бастадық. Оны осы торттың істейтін жаңағы формасымен, немесе 22 сантиметрлік бізде бар, сондайға алып аламыз. Астына нан жайып, досканың астына нан жайып, бетіне төңкеретін боламыз. Нақты алып отырғаныңыз немесе тарелка болды ғой, үлкен соған қарап, сол бойынша кесуге болады. Артық кетіп қалса түкте болмайды, егер одан аз кетсе, онымен безендіретін боламыз. Қиып алып, бүкілінде бірдей форма болу керек негізінен. Міне, бірінші пешті қыздырып аламыз. Қыздырғаннан кейін қызған соң 180 градусқа қоямыз да салып қоямыз. 5 минуттан кейін пысады. Әрқайсысы, егер қатты қайсысы болса 3 минут. Енді крем жасап бастаймыз. Бірінші 200 грамм майды салып аламыз ыдысымызға. Үстінен бізде жарты литровый сгущенка, оның жартысын қоямыз. Яғни бір кіші банка деуге де болады, сондай сгущенканы. Соны құйып аламыз. Блендермен араластыратын боламыз. Оны тым қатты, тым көп араластырудың керегі жоқ, екеуі қайттан бөлініп кетеді. Сондықтан да олар бір келкі ғана болатындай қылып араластырамыз. Енді тез безендіретін боламыз. Тез жағып, яғни осылай қасықпен де болады, немесе бізде осындай арнайы бар. Егер бұл осындаймен болмаса да, лопаткамен де істеуге болады. Бүкіл формаға беріп, әрқайсына осылай істейміз. Егер сіздерде көп тұрса, пропиткамен істейміз. Міне осындай керемет күшті торт шықты. Ас болсын.